Біз әдетте жанұя жайлы ойлай қалсақ, бірінші кезекте бала күніміз, ата-анамыздың қара шаңырағы еске түседі. Бұл өмірде бәріміз бақыт іздеп, сан сақты кезіп жүреміз. Алайда бақыттың мекен жайы сол қара шаңырақ. Ол біздің жанымыз жай табатын мекен. Бәрін сол жерден үйрендік. Алғаш сөйлеуді, күлуді, тәй-тәй басып жүруді, жақсылық жасауды, бауырмал болуды, әр жақсылық атаулыны бөлісіп, қиындық болса оны бірге жеңе білуді үйрендік. Оның бәрін бізге үйреткен біздің баға жетпес ата-анамыз. Арамыздан әкеміздің келмеске аттанғаны жанымызға қаяу салды. Әке деген құдіретті кім сағынбас? Иә, біз әкеміз сағынамыз. Бар кезінде де сағынатынбыз. Енді ол мәңгілік сағынышқа айналды. Көзден тамған жасқа айналды. Әкеміз Үмбетов Келесбай Әбішұлы 1955 жылы Қызылорда облысы Сұлутөбе ауылында дүниеге келген. Әкесі Әбіш, анасы Жұман, қарапайым да ізгі жандар. Әкеміз дүниеге келгенде әкесі Әбіш әскерде болған. Әжесі Бегай немересінің атын Келесбай деп қойған. Кел, бай әскерден аман келсін, есі аман болсын, ұрпағымен бай болсын деп ырымдап қойған екен. Әкеміз жанұяда 11 ағайындының үшіншісі. Бала Келесбай Сұлутөбе ауылында 5-ші сыныпқа дейін оқып, Қызылорда қаласына қоныс аударып, Ғани Мұратбаев атындағы мектепте білімін жалғастырды. Сол мектепті үздік тәмамдаған соң 1972 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институттың физика-математика факультетіне оқуға түседі. Оқу орнын 1976 жылы аяқтап, өзінің туған жері Сұлутөбе ауылының мектебіне математика пәнінің мұғалімі болып, алғашқы еңбек жолын бастайды. 1981 жылдан бастап Қызылорда қаласындағы бірнеше колледжде техникалық училищеде ұстаздық қызмет атқарды. Оған қосымша спорт мектебінде бокстан жүздеген шәкірт дайындап шығарды. Шәкірттері республикалық дәрежеде жүлделі орындар иеленді. Әкеміз де бокстан спорт шебері болатын. Өзі алғашқы еңбек жолын бастаған мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі Нағиманы кездестіріп, 1981 жылы қаңтар айында отау құрды. Ізгілікке баста дәргез жолдары, жетеледі алға қарай арманы. Демеу болып жүрді әрқашан бір адам, Нағимадай өмір қосқан жан жары. 1981 жыл қаңтар айы. Ата-анамыздың ғұмырындағы ұмытылмас сәттің бірі. Өйткені әкеміз Келесбай мен анамыз Нағима шаңырақ көтеріп, жаңа өмірге қадам басты. Содан ата-анамыздың ізін жалғап ұл қыздар өмірге келді. Әкеміз қай жерде болса да қарапайымдылығынан танбады. Қашанда елдің ықыласына бөленді. Халықтың алғысын алды. Ағайындары мен туған туыстарынан, жақындарынан көмегін аямады. Жақын тұтқанның бәрін бауырына басып, қамқор болатын. Бізді тек ізгілікке үйретті. Жақсылық жасауға баулды. Нағыз ер азаматқа тән тау қозғалса да селт етпес сабырлы болмысымен темірдей тәртіп орнатып, тек шындықты ұран етіп, бойымызға өмірімізге азық болар қасиеттерді дарытты. Айналасын доспен қоршады. Жақсы жанға дос үйіргеледі. Танысып біліскеннің бәрі әкемізбен дос болуға ынтық болатын десек, артық айтқанымыз емес. Қандай да бір той томалақ, жиын бола қалса Құдай етіп әкемізді бірінші кезекте жіберетін. Әкеміз сондай жиындарда берген батасымен ән салса, ерекше баритон даусымен ерекшеленетін. Әуезді әнін сүйсіне тыңдап, көпшілік алғысында айтатын. Әкеміздің міне осындай жайдары мінезі, адалдығы, еңбек сүйгіштігі артында қалған ұрпаққа әрдайым өнеге.
Осылай мағыналды шуақты күндер өте берді. Осындай жайдары күндердің бірінде шалқып алаңсыз өмір сүріп жатқан жанұямызға орны толмас қайғы түсті. 2015 жыл қазан айының 31-і жанымызды құдды бір қаңтардың ызғарындай тоңдырды. Үйіміздің қорғаны болған әкемізден бір мезетте айырылып қалдық. Бәріне мейірімді, бәріне аяулы жүрек тоқтады. Қимай жары, балалары мен жақындары қалды. Әкеміздің сол жылы 60 жас мерейтойын тойладық. Дені сау еді. Мерейтойдан соң 10 айдан кейін келмеске аттанар деп кім ойлаған? Әке барлығының орнын басқанымен, оның орнын ешкім толтыра алмайды екен. Әкеміз ұл қыздарының жоғарғы білім алуына, дамуына қатты көңіл бөлді. Өзі аңсағандай балалары Астана, Алматы қалаларында грантта білім алды. Оқу орындарын үздік тәмамдап, қазіргі таңда Астана қаласында жауапты қызметтер атқаруда. Немерелері бір шөбересі өмірге келді. Көңілде кейде әттең-ай дейтін сәттерде болатын жасырын емес. Арамызда болғанда немере шөберелерінің ортасында ән салып, асқар тауымыздай отыратын еді. Жазғанға шара бар ма? Әкеміз өмірден ерте озғаныменен артынан өшпесе игі із, саналы ұрпақ қалдырды. Ұрпағына үлгі болар, әулетінің еске алып мақтанып айтар бірде-бір жан болса, ол сіз әкешім. Жатқан жеріңіз жайлы, мекеніңіз жұмақ болсын. Ізгіліктен тұратын жан әлемі Алатаудай асқар тауым бар еді. Бойындағы сарқып барлық асылын, жан ұясын жақсылыққа бөледі. 10 жыл уақыт өтсе дағы жан жылай, сізді ойласақ көз жасымыз жаңбырай, қарауытып аспанымыз сонау күн құлазыдық, арқа сүйер тауғылай. Айналаға мейіріммен қараған, әке жаның шуақты еді бала жан. Көз алдымнан сіздің асыл бейнеңіз кетпейді еш өр тұлғаңыз санадан. Сіз қалдырған әрбір сурет бағалы, жалғыз ғана солар жанның жалауы. Уақыт емдер сағынышымыз, ал бірақ уақыт өткен сайын үдеп барады. Сізді ойлаймыз, сағынып та, аңсап та. Осы болар жеткеніміз мақсатқа, Келесбайдың өнегелі ұл қызы деген осы, лайық болсақ жақсатқа. Арналдар кез, жан ұяға бар күшің, осы әке, сағыныш пен алғысың. Жайлы болсын әке жатқан жеріңіз, рухыңыз жәннат бақта шалқысын. Жағалау сен кезгенді, ол ойнамды қойыпсың, сүйтерімді, сезгенді, маңайым, аңнан, қара торғайым.